Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзбек халқының ұлттық наны қатпарлы нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Сондай керемет, үйдің сары майымен жасалғандықтан тіпті хош иісін енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қатпарлылығы, жұмсақтығы, тіл үйретіндей осы нанды менімен бірге жасаңыз. Қазір сіздерге үзіп көрсетейін. Өте керемет болып шығады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Дәл менің видеомда көрсетілген әдіспен жасасаңыз, өте керемет болып шығатынына сөз беремін. Ендеше кірісейік достар. Барлық керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Алдымен қамырын дайындап алайық. Бізге сүт, су қажет болады. Барлығы жылытылған болуы қажет. Сол кезде қамырымыз жақсы ашитын болады. Мінекей осы суымыз бен сүтімізге шекерімізді салып жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін бір шай қасық дрожжымызды салып жақсылап араластырамыз. Дрожжымыз реакцияға түсу үшін 5 минуттай күтетін боламыз. Қақпағын жауып күтейік. Содан кейін ары қарай келесі ингредиенттерді қосатын боламыз. Содан кейін тұзымызды қосамыз. Одан кейін бірден жұмыртқамыздың 2 ақ уызын қосып жіберетін боламыз және жақсылап араластырып аламыз. Ал сары уызын осы нанымыздың беті қызарып пісу үшін ең соңында жағуға алып қаламыз. Мінекей жақсылап араластырып болғаннан кейін бірден електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп барып салып, ең алдымен қасықтың көмегімен араластыра отырып, ең соңында қолдың көмегімен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, төменде ұнның мөлшері көрсетілген. Жұмыртқаның үлкендігі кішілігіне байланысты 50 грамм плюс-минус болуы мүмкін. Сол себепті илеу барысында қараңыздар, қатты қатайтып алмаңыздар. Өте жұмсақ қамыр пайда болуы керек. Мінекей керекті қалған кішкене бөлік ұнымды қосып, және тағы жақсылап араластырып илейтін боламын. Сол кезде менде жұмсақ қамыр пайда болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді оған тыныштыққа қоюымыз керек. 2-ге бөліп аламыз бірдей қылып. Содан кейін 2 тарелкамызға салып, целлофан пакетімізге орап, үстін жылы болып тұру үшін сүлгімен жауып қойсаңыздар болады. Осылай тыныштықта ол 30 минуттай тұруы қажет. Сол кезде дрожжымыз әсер етіп, сәл көтерілетін болады. Мінекей 30 минутымыз өтті, қамырымыз сәл көтерілді, қараңыздар, өте жұмсақ болып шықты. Енді дастарханымызға ұн себелеп, жабысып қалмас үшін оқтаудың көмегімен жұқа етіп, қамырымызды үлкен көлемдетіп жайып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай оңай деген дәмді, ерекше тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Мінекей жұқа етіп үлкен көлемде жайып алдық. Басқа жағына қоя тұрайық. Екінші қамырымызды да дәл осындай бірдей көлемде жұқа етіп оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Сәл ұн себелеуді ұмытпаңыз. Мінекей 2 қамырымыз да жайылып дайын болып тұр. Енді ертілген сары майымызды үстіне жағатын боламыз. Мол етіп жаққаныңыз дұрыс. Енді үйдің сары майына ештеңе жетпейді ғой. Егер сізде ол болмаса, дүкеннің сары майын немесе маргаринді пайдалана берсеңіз болады. Ол кезде де дәмді болып шығады. Мінекей мол етіп, қолдың көмегімен барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шықтым. Содан кейін екінші қамырымды осылайша оқтауға орап алып, осының үстіне дәл етіп орналастыратын боламын. Осылайша орналастырып болғаннан кейін қалған ертілген сары майымды жағып шығатын боламын. Сол кезде майы көбірек болған сайын қатпарлылығы да жақсы көрінетін болады. Мінекей барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шықтым деп ойлаймын. Содан кейін оқтауға осылай орап, соңына дейін орап шығатын боламыз. Содан кейін пышақтың көмегімен видеода көрсетілгендей кесіп шығатын боласыз. Мінекей осылайша ортасынан барлығын кесіп шығасыз. Содан кейін 3 бөлікке бөліп, тағы да кесіп шығатын боламыз.
Осылайша 3 бөлікке кесіп алдық, бірақ та бұл 3 бөліктен 2 қатпарлы нан шығарамыз. Мінекей дәл видеодағыдай осылай орап шығатын боламыз екеуінде. Содан кейін 3-ші қамырды ортасынан қақ бөліп, 2 қамырдың соңына жалғастырамыз. Яғни ең соңында бізде 2 қатпарлы нан шығатын болады. Мінекей осылайша қамырларымызды дайындап алдық. Енді 10-15 минуттай тыныштыққа қоятын боламыз. Осы сәтте пешіңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоя берсеңіз болады. Мінекей осылайша бір бөлігін пергамент қағазының үстіне орналастырып, оқтаудың көмегімен сәл жайып шығатын боламыз. Содан кейін беті әдемі қызарып пісу үшін жаңағы алып қалған жұмыртқамыздың 2 сарыуызына сәл ғана сүт қосып, араластырып, кисточканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Мінекей осындай көлем бердік. Енді осының үстіне жұмыртқамыздың сарыуызын міндетті түрде жағып шығыңыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешіңізге бар жоғы 20-25 минутқа салып алсаңыз, қызарып өте керемет қатпарлы наныңыз дайын болады. Мінекей қараңыздаршы, қаншама қатпар, дәмі деген тіл үйіреді. Өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіз де жасап, үй ішіңізді қуантуға кеңес беремін.